Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен менің қонақтарымды таң қалдырған құрмадан жасалатын тіске басарды дайындап көрсетейін дегенмін. Қонақтарыма ұнағандықтан сіздермен де бөлісейін деп шештім. Өте дәмі ерекше, көп нәрсе қажет емес. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті зат құрма. Құрманы ішіндегі сүйегін осылай алып, тазартып аламыз. Мінекей осылай тазартып алдық. Және қажет жаңғақ, грецкий орехи. Қалауларыңызша алсаңыз болады, ішіндегі дәнегін жаңғақтарын. Мен осы грецкий орехты алып жатырмын. Үйде бар болғандықтан. Мінекей осылай блендерімізге салып, жаңғақты осылай үгітіп аламыз, жақсылап, майдалап, үлкендеу ыдысымызға салып, міне дайын жаңғағымыз. Енді құрмамызды тоже осылай блендермен езіп аламыз, жақсылап тоже. Айналуымыз қиындау болады екен құрманың, бірақ осылай майдалап шығады. Міне екеуін араластырып, қолымызбен бәрін араластырып аламыз. Құрмамыз тәтті болғандықтан қолға жабысады енді, бірақ өте дәмді шығады екен. Және күнжіт қажет болады. Күнжітті осылай аз отта қызартып аламыз. Қуырып, мінекей дайын. Иісі керемет шығады екен күнжіттің қуырылғанда. Міне дайын. Енді осы күнжітіміздің үстіне осылай домалақтап, құрмамызды салып, жан-жағының бәріне күнжітті осылай дайындап, жабыстырып аламыз. Мінекей, мен 4 бұрышты формаға келтірдім. Өздеріңіздің еркілеріңізше домалақ етіп форма жасасаңыздар да болады. Енді бізге ақ шоколад керек. Мінекей осылай салафанға бөліктерге бөліп салып алдым. Және ұш жағына келтіріп аласыздар. Ұшын кесуге оңай болады. Мінекей қара шоколад және бөліп салафанымызға салып, ұшына келтіріп, мінекей ыстық қайнаған суға осылай бір 5-10 минутқа салып қойсаңыздар, еріп дайын болады. Мінекей ақ шоколадымызды осылай бетіне жағып аламыз. Төгіп жақсаңыздар да болады. Мен осылай жағып алдым енді шоколадты. Міне, енді осының үстіне қара шоколадымызды тоже берелектеп жағып алдым. Өзіңіздің фантазияңыз бойынша мен осылай зебра етіп жасап қойдым енді. Міне дайын болды. Енді холодильникке бір жарты сағатқа қойып аласыздар. Үстінде шоколады қатады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша басуды ұмытпаңыздар. осылай дайын кесіп аламыз енді.
оңай кесіледі. Мына жерде чуть кесілмей қалды, енді дұрыс болмай қалды. Ренжімейсіздер, бірақ негізі дұрыс кесілу керек. Міне дайын. Құрмамен қосып тартсаңыздар да болады қонақ алдына. Болмаса осылай бөлек. Тағы да печеньелермен қоссаңыздар болады. Ас дәмді болсын. Сау болыңыздар. Мен болғандарыңызға рахмет. Кездескенше.